Алқасына айтуға. Ішкеніңізге бір ай болды ма? Ол мен деген күйеуімнен бері ме ашып бердім. Ана екеуміз бірге одан бірақ матча шықты. Матча шығып тұр деп тұр. Бірі 5-ші күннен 1-ші күнге дейміздер бармаймыз ғой диализге. Сол кезде анау 3 литр жинап барады енді, қазір 0 жинамайды. Соқтарды ішіп жүрміз. Не ішіп жатыр екен қазір жапондық баттан? Ол деген тек застера мен каретаны көп ішті. Соның пайдасы бар ау деп. Сосын еще тек диета как положено болады. Ет, мет баса берем ғой бәрі. Аямай, май. Сіз не іштіңіз? А, Б, витамин нешеуін іштіңіз? А, витамин 2-ін бітірдім. Апта сайын барып тұрсыз ғой гемодиализге да, бірақ Барып тұрып күн ара барам. анализдер қалай, креатинин қанша? Креатин күшті тазаланып тұр. 114-ге дейін тазаланды ал енді өзің ойлап. Бір 500-600 қара. 500-600 мен қайтатын бір паспен. 114-ге дейін тазаланып тұр. Молодец. Машалла, машалла. Ем болсын. Қандай результат бар да? Бірақ мен врачтарыма айтып Бейбіғазиза Бердіханқызы результат деген керемет та, жапондық баттан. Шынында міне Досан мырзаның өзі айтып отырған алдымен почкасы, яғни отказ берген, иә, почкасы дұрыс жұмыс жасамайды, гемодиализде жүрген адамдарды енді тяжелый пациенттердің қатарында болады. Сондықтан міне өте керемет нәтижені айтып отыр. Мен неге сұрап отырмын креатинин, мочевина основной организмдегі мына зәрді көрсететін көрсеткіш болып табылады қанның құрамындағы. Ал қазір бұл кісіде яғни креатин мочевина түскендігі, значит, ол кісіде уже улану процесі жоқ организмде. Почка бұрынғыша қалыпты өзінің жұмысын жасап жатыр деген сөз. Сондықтан барша, если гемодиализде жүрген кісілер болатын болса, пожалуйста, хабарласыңыздар, консультация береміз.